Өткенге қайғырма. Өткен нәрселерді көп еске алып, жоқ жерден қайғыны қозғап, мұңая беру ақымақтық. Мұндай нәрсе алға ұмтылуға тосқауыл болып, өміріңнің берекесін қашырады. Ақылды адамдар өткеннің қайғы мұңын бір жола ұмытады. Келмес жерге жіберіп, шықпас қылып бекітіп, есінен бір жола шығарады. Өйткені ол бұдан бұрын болып біткен, бояуы сіңген, келмеске кеткен. Қайғы мұңмен оның орнын толтыру мүмкін емес. Түзеймін десең де оңалмайды. Артқа қайтпастай болып жоқ болған. Демек, жоқ нәрсеге қайғырып, өткенге өкініп, өміріңді қорқынышты түске айналдырудың керегі жоқ. Өткен істің көлеңкесінен өзіңді суырып ал. Ағынды дарияны қайта басына қарай кері ағызғың келе ме? Батқан күнді қайта шығысқа қарай жылжытқың келе ме? Туылған бала анасының құрсағына қайта кіре ме? Төгілген көз жасы көзге қайтып сіңе ме? Демек, өтіп кеткен істерге қайғырғаның, жаныңды қинап, мүжілгенің дұрыс емес. Ол бекерден бекер өзіңді өзің азаптағанмен бірдей. Өткен қайғылы істің беттерін парақтап, жаныңда қалған жараның ізін тырналай беру бүгінгі күніңді жоқ қылады. Қайратыңды мұхалтып, уақытыңды талқандайды. Алла тағала Құранда бұрынғы елдердің жасағандары туралы баяндап келіп, Бақара сүресінің 134 аятында былай дейді: олар да өз алдына бір үмбет еді, келді де кетті дейді. Демек, өткен іс өтті, бітті. Уақыт дарияның ағысын кері бұрамын деп, қанша титықтасаң да пайдасы жоқ. Тарихтың дөңгелегі артқа жылжымайды. Бір кездегі болып өткен нәрселерге қайғыру, бейне бір диірменде тартылып қойған ұнды қайтадан ұн қылам дегендей, немесе араланған ағаш қиқымдарын қайтадан аралаймын дегендей бос әурешілік. Өткенге қайғырып жылағандар туралы өліктерді қабірден қазып алма деген сөз қалған. Есекке неге күйсемейсің деп сұрағандарға ол өтірік айтқанды жек көрем деп жауап берген екен. Қазіргіміз үшін еш нәрсе жасамай, өткенмен ғана әурелену біздегі ең үлкен кесел-кесапат. Зәулім үйлерде тұрамыз, бірақ шірген қирандылар үшін жас төгеміз. Адам атаулының бәрі жиналып, өткенді қайтарып әкелеміз десе де, қайтара алмасы анық. Өйткені бұл мүмкін емес. Адамдар артқа жалтақтап қарай бермеу керек. Өйткені амал әрекет алға қарай жүреді. Су ылдиға қарай ағады. Керуеншілер де алға қарай жүреді. Өмір керуені де осындай. Сондықтан сен де өмірдің бұл заңын бұзбай өмір сүр. Бүгінгі күніңмен өмір сүр. Кешке шейін аман болсаң, таңға шейінде өмір сүретініңе толық сенімді болма. Ал енді таңертең аман есен оянсаң, міндетті түрде кешке шейін өмір сүрем деп ойлама. Сен бүгін дәл қазір өмір сүріп жатырсың. Өткенді қайтара алмайсың. Ал енді келешек әлі келген жоқ. Сондықтан бүгінгіңе, қазіргіңе көңіл бөл. Бүгін туылып, бүгін-ақ қайта өле қалатындай есеппен жүр. Бәрін соңғы рет жасап жатқандай өмір сүр. Намаз оқуға кіріскен кісі бұл оның өміріндегі ақырғы намаз екенін білсе, онда ол намазын қалай оқитын еді? Әлбетте,
бар назарын Аллаға қойып, өте беріле оқитын еді. Бар болмысымен беріліп, һәм Құдай тағаладан қорқып оқитын еді. Әрбір намазыңды солай оқуға дағдылан. Шынындақ, сен келесі намазыңа шейін өмір сүресің бе, сүрмейсің бе, оны білмейсің ғой. Әрдайым осылай оқи алмауың мүмкін, бірақ сен соған ұмтылуың керек. Жақсы істерді жаса, ол сенің өміріңдегі ең ақырғы ісің екенін елестет. Оны сен біраздан кейін өлеріңді біліп тұрғандай орында. Сенің барлық орындаған істерің және ғибадаттарың сондай болу керек. Өзіңді қайта қайтпайтын нәрселермен, өткендерді еске алумен қинама. Өміріңді әлі келмеген келешекке қатысты қорқыныштармен алаңдатпа. Бүгінгі күнмен өмір сүр. Бүгін жасай алатын және жасайтын нәрселеріңді жасап қал. Ертеңге қалдырма. Өйткені ертеңгі күн сен үшін болар болмасын еш білмейсің. Әрбір минутыңды бүгінгі күн үшін пайдалан. Өйткені осынау баға жетпес жақсылықтарды жасау өзіңе, басқаларға пайда алып келу және жаратушы иесінің кешірімімен сыйына лайықты болу деген сөз. Бүгін қолыңдағы барға разы бол. Өйткені сен иелік қылған нәрселер ертең не болатынын білмейсің. Бір ақын былай деп өте жақсы айтқан: өткен өтті, мәңгілік, болашақ әлі белгісіз. Бір сағаттық ғұмыр бар, сол ғана сіздің еншіңіз. Егер сен бүгін бақытты болсаң, онда сен бақыттысың. Сенің өткен мезгілдегі бақытың бұл сол уақыттағы бақыттылық. Ол сол жақта қалды. Ал енді саған келешекте келетін бақыт бұл келешектің бақыты. Ол алда, әлі келмеді. Сондықтан бүгін бақытты бол. Екі дүниеде де бақытты болуды қаласаң, бүгін соған сай еңбектен. Сонда сен жаратқанның жарылқауымен оған ие боласың. Құрметті тыңдармандарым, видеом ұнаса, каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алланың нұры жаусын баршаңызға.